Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге керегі жұмыртқа, ерітілген сармай, сұйық сармай, сгущенка және ұн мен қамыр қопсытқыш қажет. Ең алдымен жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Содан соң барып сұйық маймен ерітілген сармайымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сгущенкамызды саламыз. Бұл кекстің ерекшелігі шекер қолданбаймыз, тек сгущенка қолданамыз. Ұнымызға қамыр қопсытқышты саламыз. Аз-аздан қоса отыра массамызды тағы да жақсылап араластырамыз. Бір ас қасық лимон цедрасын қолданамыз. Осылай күрекшемен жақсылап араластырамыз. Миксермен араластырмаймыз. Бұл кексіміздің дәмін өте әдемі қылып, кекстің түсін береді, сап-сары әдемі кекс болып шығады. 180 градус қызып тұрған пешімізге 30 минутқа қойып аламыз. Біздің кексіміз дайын болды. Толық суыған соң барып бетіне шоколадты начинкамен осылай сәндеп шықсақ болады. Толық суыған соң барып кесеміз. Дәмі өте керемет, түсін қараңыздар, сап-сары. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Ас болсын.